болашағыңа алаңда, бірақ Аллаға тапсыр. Инша Алла, Құдай қаласа деді. Көрдіңіз ба? Ал өткен шағыңа өкінбе дейді. Бірісі өтіп кетті. Болды ма, болмады ма? Алла тағала маған иншалла бұдан да жақсырақ жол береді деп айтты. Көрдіңіз ба? Өзіңе сен. Ары қарай алып шығады иншалла. Алла тағала сол үшін Құранда айтады: "Фаида азамта фатаваккал алалла". Егер сен бір нәрсені түйдің ба, Аллаға тәуекел ет дейді. Болды. Өйткені байқадыңыз ба, көп адам басқа адамның пікірімен өмір сүреді. Жұрттың баласы не дейді, жұрт не дейді, жұрт не қарайды, қалай боламын? Жоқ. Егер тәуекел еттің ба, сен Алланың алдында жауап бересің. Басқа ешкімнің алдында жауап бермейсің. Сол үшін сіз өз өміріңізді өзіңіз үшін өмір сүресіз. Және әрбір жасаған амалыңызды Алла үшін ғана жауап бересіз. Алланың алдында ғана жауап бересіз. Осы нәрсені де ұмытпасаңыз екен.